Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сендерге 5-ші сыныпқа арналған English Plus кітабының 18-ші бетіндегі Giving Personal Information тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп кет, сенің ағылшын тілінен қиналып жүргеніңді білемін, ағылшын тілінен 5 шығуын қажет. Сонымен қараймыз. Тақырыбымыз Giving Personal Information, яғни тұлғалық информация, тұлғалық мәлімет туралы, тұлғалық мәлімет беру деген тақырыпта талқылайтын боламыз. Бүгін сен сұрақ қойып өзің туралы мәлімет бере аласың. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Look at the photo. What club is interested? Tom is interested in дейді. Яғни Том бізде қандай үйірмеге қызығушылық танытып тұр. Мына суретке қарасақ, Том бізде хандбол, яғни қол добына қызығушылық, гандбол деген қол добы ойынына қызығушылық танытып тұр, немесе қандай да бір спорттық үйірмеге қызығушылық танытып тұр. Сонымен оны айтамыз. Tom is interested in handball. Немесе Tom is interested in sport club. Яғни гандболға немесе спорттық клубқа, спорттық үйірмеге қызығушылық танытып тұр. Сонымен ары қарай кеттік. Екінші тапсырмада былай айтады. Listen the dialogue, яғни диалогты тыңда. Оны сендерге өздерінің ұстаздарының тыңдатады. Мен сендерге аударып берейін. Яғни Том деген мына оқушы, ал receptionist деген мынау тіркеуші адамды айтамыз. Сонымен бастадық. Hi, what is your name? Сәлем, сенің есімің кім деп мына тіркеуші айтып тұр. My name is Tom Doherty. Менің есімім Том Doherty. Sorry, Tom, кешірші Том, Doherty. Яғни Doherty деп айтып тұр. Can you spell that please? Әріп деп айтып бере аласың ба? Yes, it is D-O-H-E-R-T-Y. Yeah, Doherty деп оны әріп деп айтып берді. Яғни бірлеп айтып берді. Great, thanks. How old are you, Tom? Керемет, рахмет, Том. Сен жасың қаншада? I'm 12. Яғни мен 12-демін. Okay, what is your phone number? Жақсы, сенің телефон номерің қандай? It's 02472284996. Яғни ол деп әріптеп айтып берді. Байқат, санды бір-бірлеп айтып берді. Ағылшын тілінде телефон номерларын бір-бірлеп айтады. Біздікінде 8747 деп айтпайды. Great, welcome to the club. Керемет, үйірмеге қош келдің дейді. Сонымен мына тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Былай айтады. Complete the key phrases from the dialogue, then practice the dialogue. Яғни мына диалогқа қарап, мына key phrases, кілтті сөздерге дұрыс сөзді қой дейді. Sorry, кешіріңіз. Can you spell that please? Мен жазып қойдым. Can you spell that please? Әріп деп айтып бере аласыз ба? Өтінем. Great, thanks. Керемет, рахмет. What is your phone number? Сенің телефон номерің қандай? Welcome to the club. Үйірмеге қош келдің. Яғни мына жердің жауабы spell phone club. Міне тұр. Енді төртінші тапсырмаға назар аударамыз. Төртінші тапсырмада мен ештеңе жазған жоқпын, жай ғана сызықша қойып қойдым. Себебі мына жердегі біз дыбыстардың айтылуын яғни практиковация етуіміз керек. Мына дыбыстардың айтылуына бұл жерде ешқандай тапсырма орындамайсың, жай ғана мына сөздерді айтуың керек. Сонымен бастаймыз. Бірінші дыбыс бізде A, H, J, K. Екінші дыбыс бізде I. Екінші дыбыс бізде E, B, C, D, E, G, P, T, V. Үшінші дыбыс бізде ол E, F, L, M, N, S, X, Z. Төртіншісі бізде I, Y. Бесіншісі бізде O, алтыншысы U, W. Енді ең соңғысы R. Міне R. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бесінші тапсырмаға назар аударайық. Test your partner, think of different words to spell. Яғни өзіңнің жұбыңды тексер, әртүрлі сөздерді дыбыстап айтып берсін дейді. Міне қараймыз. Can you spell taekwondo? Яғни сен taekwondo деген сөзді әріптеп айтып берші дейді. Yes. T, A, E, K, W, O, N, D, O. Енді сен былай айтсам болады. Қара. Can you spell this?
city Тараз деген сөзді әріптеп айтып берші. Yes. T-A-R-A-Z. Немесе өзіңнің атыңды сұрасам болады. Can you spell the name? Ажар деген атымды әріптеп айтып берші. Yes. A-Z-H-A-R деп әр сөзді дыбыстап алфавит бойынша айтып беру қажет. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерде негізі өздерінің аттарында айтсаңдар өте қызықты болады. Енді 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Бүйтеді. Жұбыммен бірге орындал, prepare new dialogue. Жаңа диалог жаса. Мына жерде берілген көк сөздер бар ғой, мына жерде көрдіңдер ме? Осы көк сөздермен бірге өзіңнің диалогыңды құр дейді. Яғни қарайық. Біріншісі сол бойынша қалады. Hi, what is your name? Яғни сәлем, сенің есімің кім? My name is Tom Doherty. Менің есімім Ахмет Жанна. Мен саған өз есімін жазып қойдым. Менің есімім Ахмет Жанна. Мына көкпен жазылған сөздің орнына сен өз атыңды жазасың. Sorry, Жанна. Яғни мына жерге өз атыңды жаз. Ахмет деп өзіңнің фамилияңды тағы бір айтасың. Can you spell that please? Өтініш әріптеп айтып берші. Yes, it is. Я дейсің де өзіңнің фамилияңды әріптеп айтып бересің. A-K-H-M-E-T деп, я. Great, thanks, керемет. Сен қаншадасың, Жанна? Яғни Жаннаның орнына сен өз атыңды қоясың. I'm 10, мен ондамын. Okay, what is your phone number? Сенің телефон номерің қандай? Мына жерде 8747 деп айтпаймыз. Бұл жерде ағылшын тілінде қалай айтылады, солай айтамыз. It's 87476987777 деп өзіңнің телефон номеріңді айтып бересің. Және Great, welcome to club. Керемет, үйірмеге қош келдің. Мынаны сен бірінші біреуің ресепшенист болыңдар, яғни тіркеуші, екіншісі Том болыңдар. Келесіде диалогты ауыстырып айтсаңдар болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.